Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Микош қызы достар. Достар, енді мен бүгінгі видеода путь бомжа, яғни бомждың жолын түсіретін боламын. Бұл бомждың жолында кем дегенде 50 сериядан болатын болады. Сол үшін жайғасып отырып алыңыздар. Бұл видео енді өте қатты қызық болды деп айта алмаймын, бірақ келесі видеолар қызық болады деген ойдамын. Бұл енді мен аккаунтыма келе кетсем, міне мынау біздің фаманың домы. Енді мен яғни алдыңғы уақытта Нұрасылдың, яғни Миллионерс деген фамасына, немесе Еркоштың Хан Династи деген фамасына кіретін боламын. Енді міне мен осы новыйда шыққан событиядан 16 уровень. Енді мен бұны көтеруге уақыт бөлгім келмейді. Бұл маған өте қызық емес. Ал енді менде возврат бар, яғни 7-ші күн 4 күннен соң маған стандартный кейс беретін болады. Енді мен стандартный кейсті 5 рет ашқаным үшін маған 2 стандартный береді, бәрін қосқанда. Енді алдыңғы уақытта видео қызық болып, 2 стандартный кейс ашатын боламын. Енді қазір мен өзімнің праваларымды тексеретін боламын, себебі мен бұл аккаунтқа көп кірмеген болатынмын. Сол үшін де возврат тұр. Енді қарасам менде А, Б, С мүлде жоқ екен. Енді қазір мен осы фаманың хатасында, енді қараңдар, территориясы өте үлкен. Енді қазір мен машина шығарып жатырмын ғой. Менің правам бар екенін ұмытып кеткенмін ғой. Енді қазір қараңдар, машинаның ішіне кіріп көретін боламын, бірақ отырылмайды. Себебі менде права жоқ. Сосын мен ойлана келе мынадан сұрадым, бірақ мынау афк тұр ма білмедім. Сосын мен парковкаға дейін жүгіріп баратын боламын. Қазір бүйтіп 10x қойып қойдым, себебі бұл өте ұзақ болып кетеді. Ал қазір парковкаға жеттім. Сосын мен қазір автошколаға барып өзіме права алатын боламын. Өзімде 1000 рубль екен, енді мен донатты ақшаға аударып алатын боламын. Қазір енді бұл да сендерге қызық емес, сол үшін мен 10x пен қоятын боламын бұнда. Енді қазір бүйтіп зорға дегенде жеткен болатынмын. Бірақ қазір адамдардан ақша сұраймын, мүлде бермейді. Сол себепті мен блэккоинді ақшаға аударып алдым. Енді жолда блэкбастың заданиелерін істеп кететін боламын. Енді жеттім десем де болады. Жеттім. Сосын қазір донатқа ауыстырып алатын боламын. Міне бұл путь бомжада банковский счетта да дым жоқ болады. Енді инвентарь. Енді міне қазір 2 немесе 6 блэккоинді ақшаға аударып алатын боламын. Зато бұл права В-ға да С-ға да жетеді деген ойдамын. Енді қазір В-ны тапсыратын боламыз бірінші. Егер де сен праваны қалай тапсыратынын білмей жүрсең, қазір менің видеомдан қарап көріп ал. Енді мен кете беремін, өзің видеоны асықпай қарап тапсырып алсаң болады. Болды, енді мен тапсырып болдым. Енді барынша тез тапсыруға тырысқан болатынмын. Енді қазір машинаның фарасын жағып алып, біз енді баратын боламыз. Бұны мен тоже 20x-қа қойған болатынмын, себеп бұл мүлде қызықсыз. Енді соңғы меткаға жеттік, алдық. Және бізде В правасы 30 күнге жететін болады. Енді қазір менде 110 рубль қалды, 5000 рубльға. Сосын мен 2 блэккоинді қайттан ақшаға аударып алған болатын. Қазір енді КамАЗдың, яғни категория СНС дейтін боламын.
Енді бұны да кейбір адамдар білмейді, соларға айтарым қарап кетіңдер. Соңғы сұрақ болды. Соңғы метке бая алдым. Енді қазір мен ары ойланып, ақшам жетпей, біреудің транспортын ұрлап, ол выгрузить етіп, сосын әзір дегенде вокзалға жеткен болдым. Енді бүгінгі видео өз соңына жақындап қалды. Енді бұл видео қатты қызық болмағанымен, алдыңғы видеолар қызық болады.